Болды қарын жинап. Енді сыпырып жіберсек, бір сыпырып жіберу керек, сонымен болды. Ассалаумағалейкум, құрметті жолдастар. Келесі жүк тиеуімізге бара жатырмыз. Жүкті тиеуге келдік. Бүгін тиемейтін болды, ертеңге қалды. Жемендеп, қаланы аралап, магазинге бара жатырмыз. Бүгін күн шамалы салқындау, түнде жаңбыр жауды. Көшеде адам жоқ, адам жүрмейді көшеде. Менен басқа ешкім жоқ. Как будто бір брошенный қалада жүрген сияқтысың. Жан жағымыздың бәрі завод. Мынау дөңгелек шығаратын Bridgestone заводы. Мына жақ Esto, Костоправ. Bridgestone заводтың өзі үлкен екен. Келе жатырмыз ақырындап. Көшеде мынандай Мерседесті көріп қалдық. Дизельный. Айтпақшы, бұл Европадағы көпшілік машиналардың көпшілігі дизельмен жүреді. Барлығы дизель. Мына жақта жынды машиналар тұр ғой. Один домадағы машина тұр. Мынау не десеңіздер, бұл автобусный остановка. Мынандай бір велосипед алып алу керек бізге де. Жаяу жүріп шаршадық еумай. Алдымызда әлі 1,5 километр бар машинаға дейін. Уже бүгіндікке 5 километр жүретін болдық. Жаяу. Но зато пайдалы жаяу жүрген. Машинада отыра беріп, балшиып семіретін болдық. Испанияда осындай көптеген зданиялар бар екен. Брошенный. Білмеймін не болған бұларға. Походу бұларда да коррупционерлер бар ау деймін ше. Біздегі жеп қоятын. Сөйтіп банкрот болған ау. Машинаны рампаға қойдық. Түнде 4:30 звондайды. Рампаға қойдық. Қой құрсын деп ұйықтап, жетте тұрып жаңа қойдық рампаға. Күтіп отырмыз сол. Өте жай қимылдайтын компания екен. 1 сағат өтті. Әлі ешқандай движение жоқ. Сол, жатырмыз, демалып. Не істейсің басқа?
документтерін аламыз и болды, дальше кетеміз. Ё-моё, почти бір күн жүрдік осы жерде. Целый день. Документтерімізді алдық. Так, документтерді жібердік. Отчетымызды жаздық. Қаладан шығып бара жатырмыз жемендеп. Бүгін жаңбыр. Что-то ауа райы недовольный болып тұр, көңіл толмай. Айтпақшы, біз Италияға барамыз. Вот. Кеше 12-де келгенден түскі, содан енді шықтық. Почти 22 сағат тұрыппыз жаңағы жерде. Алып бара жатқан жүгіміз ондай қатты ауыр емес. Бар жоғы 3 тонна 800 килограмм. Лейс чипсон. Вот солай. Автобанға да шықтық жолдастар жемендеп. Алдымызда 1000 километр. 90 километрден кейін заправка. Бұйырса. Кешегі соңғы жасаған заправкамызға барамыз ой деймін, өйткені сол жол барлығы. Осы аптаны енді бұйырса Италияда өткізетін шығармыз демалысымызда. Мына шөптерді біздің қойлар көрсе жылап жүреді жар, я. Жылап отырып жейді жар даже. Парковка таныс болса, біз кешегі 45 сағат демалған парковкамыз, кешегі видеодағы. Францияға қарай бара жатырмыз қазір. Франциядан өтіп Италияға барамыз ары қарай. Енді ауасы енді түнде жаңбыр жауғаннан кейін енді прям күшті керемет болып тұр, енді сөз жоқ. Оны қайталап айта бергеннен кеп көзбен көрген 1000 есе артық. Енді прям камера жеткізе алмайды енді бар ғой.
жасап шықтық. Бүгін Ғалымжан братты кездестірмедік бұл жақтан. Жөті көрінбеді. Кетіп қалған ол бір жағына қарай. Айтпақшы, ол да дальнобойщик. Португалиялық бір фирманың машинасын айдайды. Алдымызда Франция. 200 шақырымнан кейін Францияға кіріп кетеміз, Құдай қаласа. Ары қарай 230 километр қалады парковка. Сол парковкаға барып бүгін демаламыз. 2 сағат 40 минутымыз бар. 2 сағат 40 минуттан кейін 45 минут демалып ары қарай жүреміз. Где-то 5-6-ларға дейін жетеміз кешке. Ауа райы тамаша болып тұр. Жел болғаны болмаса. Айтпақшы, бүгін 8 наурыз, халықаралық әйелдер мерекесі. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Барша аналарымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды, апа жеңгелерімізді шын жүректен құттықтаймын өзім. Лично. Ешқашан ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Әрқашанда гүлдей жайнап жүре беріңіздер. Көктем сияқты құлпырып жүріңіздер әрқашанда. Не дейміз ал басқа? Сөзге келейміз дей ма? Сол сияқты тілек айта алмаймын мен негізі өзімше. Тілек деген вообще жоқпын ғой. Енді не болса да енді барлығы шын жүректен. Айтпақшы, заправкада душ бар екен. Жаңағы барған заправкамызда. Бірақ уақыт жоқ, оған ыңғай келмеді. Әйтпесе керемет екен. Жып-жылы. Ничего, алда Францияда бар ғой, Францияда душқа түсіп аламыз. Заправка жасадық. Көп кеткен жоқ. 110 литр ғана кетті. Бұл көлік экономичный бір жағынан. 300-400 километрдей жүріп тастадық шамамен. Бар болған сол 110 литр ғана желген. Бұл жақта дизельдің бағасы 650-700 теңгеге жуықтайды, теңгеге шаққанда. Бірақ сонда да халықтың 90%-ы дизель машинамен жүреді көбісі. 90%. Жаңбыр күшейді ғой. Өте сақ отырған дұрыс. Жаңбырда жер ылғал болады дағыны. Машина тайып кетуі мүмкін. Сақтансаң сақтаймын дейді. Сол үшін сақ отыру керек. Европейский дальнобойщиктар бір жұң қуғандай айдайды ғой. 90, 95, 100-бен айдайды. Білмеймін, қай жаққа асық баратқандарын. Маған сигнал беріп кетеді еще. Айдасай деп. Мен как будто бір әдейі істеп бератқандай. Болмағаннан кейін артына жазып қойдым 82 максимум деп. Сосын барып тынышталды ғой. Мен как будто бір әдейі бір 82-ге қойып алып бір жүрмей келе жатқандай. Өте опасный
спуск. Жай түсіп келе жатырық. Машинамыз тайып жатыр. Әлі түсіп келе жатырмыз таудан. Горный тормозды пайдаланып. Горный тормоз деген не екенін сұрағансаңыздар, бұл анау машинаны тоқтату үшін тормозды баспай, көлікті мотордың күші арқылы тоқтату. Қарап отқандарыңыздар қосылып бір горный тормоз. Бұл болмаса, тормоз арқылы түсетін болсаңыздар, машинаның тормоз, яғни тежегіш колодкасы өртенеді. Өртенгеннен кейін ол ары қарай тормоз қызғаннан кейін ары қарай баллон қызады, сонымен өртенеді. И сонымен арты жақсы болмайды. Сол үшін білмейтіндер болса пайдаланып жүріңіздер. Францияға да келдік. Ё-моё, қаяққа келіп кеттік. Екі фура сыймайды араға. Мынау деген енді жынды опарол погодасы. Намосына бөлеу керек екен. Бұл ауылда вино шығарады екен. Біраз жерден байқадым. Погода прям радует.
душ тегін айтпақшы. Стрелка жұмыс жасамай тұр екен әйтпесе. Шамалы киімдер бар еді жуатын. Ничего. Келесі жолы жуамыз. Францияның Тулон қаласына келіп қалдық. Полициялар қатты жұмыс істеп жатыр бүгін. Сол үшін видеоға түсіруге ыңғай келмей жатыр. Францияда митинг болып жатыр қазір. Сол үшін полиция қатты жұмыс істеп жатыр. Алдымызда Монако бар. Монакоға барып демалатын боламыз. Монакоға да жақындап қалдық. Табиғаты өте керемет екен. 40 шақырым қалды. Таудан түсіп келе жатырмыз. Бүгін күн жылы 21 градус. Шыбын-шіркейлер шығып жатыр. Лавовойдың бәріне жабысты уже бастап жатыр жебендеп. Вечерняя прогулка. Таудың арасы. Ассалаумағалейкум, құрметті жолдастар. Монакодан сәлем барлықтарыңызға. Кеттік ары қарай. Take me off
пробка туннельде. Движение жей жүріп жатыр. Жолдастар, теңіз жағалап енді болдық. Ары қарай Генуя қаласына бара жатырмыз, Италияның. Ё-май, бүгіндікке екінші пробка. Спасибо, дальнобой, за такую картину. Ал пробкадан шықтық. 3 сағат пробкада жүрдік. Таулы аймақ Монаконың жолдарымен келе жатырмыз жемендеп. Италия бізді пробкамен қарсы алды ғой бүгін. Таң атқаннан бастап түске дейін пробка. Айтпақшыдай, біз Италияда осымен екінші рет біз бір айдың ішінде Европаның 10 елін аралап тастаппыз ғой, байқамай. Ё-май. Италияның қарапайым үйлері жолдың бойындағы жей аулатып кетіп бара жатырық. Келгеніме 1,5 ай болса да, есіктің алдында ойнап жүрген балам бірінші рет көрдім. Не дейді ол? Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін мен Италияның керемет қаласынан видео түсіретін болам. Ал жолдастар, келдік Венецияға. Қайықпен келдің. Үйіңе келіп кетесің ғой деп. Отель екен, кешіріңіздер. Мынау церковь екен. Адамдар көп. Мынандай қуыс көшеге кірдік. Бұндай
көшелер көп екен, қос көшелер. Ана. Адасып кету деген әңгіме емес қой мына жақта. Туристер өте көп. Әсіресе мен сияқты. Ой, мына бір апам мені ашып үйіне кіремей жатыр ғой. Жүрміз адасып, қай жақтан кіргенімізді білмейміз өзіміз. Ал, кеттік ары қарай. Қайда екенін білмеймін өзім. Кетіп бара жатырмын әйтеуір. Қай жақтан кіргенімді ұмытып қалдым. Бұл қала ескі қала екен. Ескі болғанда да 17-ші ғасырдан қалған. Ё-моё. Тупикке келдік қой. Бұл қалаға жеңіл көлікпен кіруге рұқсат берілмейді. Сол үшін адамдардың бәрі жаяу жүреді. Немесе қайықпен жүреді. Ал қалаға судың құятын жері. Қазір паромға мініп, ар жақтағы қалаға өтетін боламыз. Ол үшін бізге билет алу керек. Как же без этого? Погнали. Ана қаладан мына қалаға тек осылай қайықпен ғана келеді екен.
Бұл жақта да көрейік. Мына жаңа біздің келген қаламыз. Осы қаламен мына қаланы тек жалғыз ғана көпір қосады екен, осы шағын ғана. Бұл қала 421 жылы салынған екен. Ана жақтан бір кино түсіріп алуға болады ғой. Исторический. Бітпейтін бір қуыс көше әйтеуір. Судың көптігі соншалық толқынмен тасып жағаны шейіп жатыр. Қараңыздар. Мынандай ғой, короче, магазин шасын. Алдында осындай картина тұрады да ше. Осылай кете бересің. Аяққа гараж. Пожалуйста. Музей аралап кеткен соң. Церковь içine girip gittik. Мынауың енді бизнес класс. Бортықтарын көрінді ме? Мынау өксейді. Мына көкем өзі қолынан дайындайды. Алқа жүзік. What is it? This one. It's a bit.
Ё-моё. Түркістан базарына кіріп кеттік па, қаяққа кіріп кеттік? Или Чимкенттің базары ма? Үйлердің бағалары. Адасып әрең келе жатырмын. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Сол жолға шықтық. Түнде браттан шығарып салдық. Ернар брат. Нұрекең таңға қартайып кетіп қапты. Ұйықтап жатқанда. Вот солай. Жаңалық осы. 2,5 күн демалдық. Венецияны көрдік. Сонымен деп жылжып бара жатырмыз. Жүкті түсіруге қарай. Вот осы. Осылай өмір сүріп жатырмыз жемен деп. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз.